Сәлем. Мен қыздарға кешкі ас дайындап жатырмын. Палау жегім келді, күрішімді жуып дайындап қойдым. Етім қуырылып жатыр. Бір палау жегім келді ғой бүгін. Өзімнің қалауым бойынша, қыздардың емес, өзімнің қалауым бойынша палау жасап жатырмын. Далада, оказывается, жамыр жауыпты ғой, біз көрмей қалыппыз. Қып-қызыл болып батып жатыр ғой күн деген. Жаңбыр жер сусу жаңа ғана көріп тұрмыз. Дауысы да естілген жоқ, шторды жабайын деп кезем, күшті прям қып-қызыл болып батып тұр ғой дала деген. Әдемі осындай күндер жақсы көремін мен. Бопатайды қасым алып, екі қыз суға кіріп кетті ваннаға. Сол моментте осыны жасайын деп тұрмын. Үстіп екеуі телевизордан көріп осы жасап берші деген. Соны дайындап жатырмын, қазір өздері бояйды, қият, сосын ондай жабыстырып мынаны бір-бірін скотчтап сөйтіп бірдеме жасайын деп жатыр, в общем, өздері. Сап берші суретін мама дейді. Маған айтады, мама, сен, оказывается, сурет салу білеткенсің ғой, неге айтпағансың дейді. Мен айтам, сендер сұрадыңдар ма, менен сурет салу білесің ба, жоқ па деп. Қазір әлі мынан тағы жасайтындар бар. Осын жасап жатырмыз. Қазір до конца біткеннен кейін тағы осыған обзор жасаймыз. Сәлем, қалайсыздар? Мен, как всегда, сол қыздарды сабаққа апарып тастап, үйге келіп шай тамақ ішейін деп отырмын. Бүгін осы лапша шай салайын деп отырмын. Өйткені өзімше ойлағаным ғой, сабақтан кейін бөпені далада ұйықтатып, далада жүре тұрам деп. Но, как всегда, бөпе ұйықтаған жоқ. Сонымен үйге кештеу кіріп, қазір лапшам бықтым екен. Лапша өстіп ала сағам, жаңа жолдан лапша шай салайын деп тұрмын. Қазір өйткені обратно бір 15 минуттан қайттан қыздарға шығуым керек. Мынаның қарасаңыздар, кеше бөпе лақтырып жүріп, мына крышканы сындырып тастады. Қайттан заказ беру керек болып тұр. И кофе ішесайын, кешегіден қалған кофе бартын. Білмеймін, бөпем тісі шыққаннан кейін ба, жоқ әлде ауырғаннан кейін ба, мазасызданып, лапшам пісті ме екен? Мазасызданып, не ұйқы жоқ, не отырмайды, не күлмейді. Зың қасымнан қалмайды. Әлі піспепті әлі. Осын тез қазір жей салайын деп, жаңа бұқтыра салайын деп ала сағам ғой. Негізі онда лапша көп жей бермейміз. Сәл кішкене тағы тұра түсін. Сөйтіп бөпе мазасызданып, мүлдем не тамақ істеткізбейді, не жүргізбейді, қолдан түспейді, зың. Сонымен осылай жанталасып ішіп жатырмын. Қазір обратно қыздарға шығуым керек. Кешеден қалған кофе. Осын іше салайын деп тұрмын. Мен қыздарға келе жатырмын уже. Қазір бір 10 минуттан кейін шығады, Аллах қаласа. Тағы да ерте шығып, сонымен асықпай келе жатырмын. Бүгін еще погода непонятно болып тұр. Жылы да емес, суық та емес. Бір түрлі вообще. Ой, осы мен сөйлей қалсам, камераға қалсам жылай қалады екенсің сен. Осылай келе жатырмыз. Мазасыз, беймаза бала болып кеттің ғой сен таза дұрысына. Қыздарға келе жатырмын. Екеуің бүгін саған қалдым бір түрлі, бір долго болған сияқты болып тұр сабақта. Мына кеше Кәусәрдің несінен шыққан. Кукурузна. Ал жүреміз. Кукурузынан шыққан. Соны Кәусәр менсінбей, мен тақпаймын мынаны деп. Сосын мен өзіме алып алып, сумкама тағып алдым. Жақсы болды. Как раз далада бөпе мазасызданатын болса, бөпені ойната салам. Алдауға жақсы болды, айттым. Сен тақпасаң, әкел онда маған. Мен сумкама тағып алайын деп тағып алдым содан. Осылай келе жатыр қыздарға. Тура үйден шығар кезде бөпе оянып алмаса бола ма? Киіндіріп жатқан кезде. Жандар шықты, жаным шықты менің, күнім шықты менің. Құлаққа ма қызым? Ей, заным.
мен дайындалып. Енді ертерек дайындалмайсың ба? Екі қызға айтып жатыр, неге курткаларын замогын салып, реттеліп шықпайсыңдар десем, мұғалім тоспай кетіп қалды дейді. Өздері отырған ғой. Алмаларын жемепті переменді. Шала жеген ба, әйтеуір. Алып шығыпты, алмасын қоса алып шығыпты. Ей, жандар, мен сендерді саған қалдым бүгінгі, жаман сағындым сендерді. Үйге барып, мен бөпен ұйықтатып келдім сендерге шыққанша. Ой. Сендер әңгімесін айтып жатыр ғой, Ертоған. Не істегенін айтып жатыр сендерге. О, неге өзің мақ дейді ғой саған. Ал, ұрсып отыр сендермен, ал. Алып кеттік, ал. Құлақ қаласын кешегенде, доча. Дізеңді ортасын сосын қойшы. Ана жүрген мысықты. Өздері қу жерде орындықта отырған жеріне. Ең соны шақырамай жүр. Ол үйтіп айғайлаған келмейді ғой, доча. Сары мысық жүрген. Бергендер машина келеді. Оларға пирог пісіріп жатыр мен. Екеуі тәтті сұраған. Пісірмеймін деп. Күнде айтам, түкте пісірмеймін деп жоқ. Жалылмай қалды ма? Күнде обязательно бірдеме пісіру керек болады. Так. Жайына оқып қойын. Salam dostlar. Mama tot pісіп жатыр. Қазір біз далаға келеміз. Сосын үйге кіреміз да тот жейміз. Сіздер неге бізге лайк баспайсыздар? Біз сіздерді күтіп отырмыз ғой. Ал пирогтар пісті қыздар. Қазір бетіне сахарный пудра себеді. Екеуі. Мандар, ұстандар. Екеуі сахарный пудраны ұн дейді. Он емес қой. Ай, нельзя не қойс. Ердоған. Мам, бұлақ ұмсақты ақ, е? Бұл енді. Болды ма жетем болса? Тағы себесіне ма? Өй! Көп септің ғой. Ал, сүтпен шай құйып берем. Мен жеп алыңдар. Котлет жейсіңдер ма? Иә, котлет жейсің. Папаға келген ба? Папа келген котлет, иә. Жейсің ба? Бірінші пирог жеп аласың ба, котлет жеп аласыңдар ма? Котлет. Котлет ба? Онда пирогтарын қой отырайық, қазір котлет қосап берейін. Сосын жейсіңдер. Екі қызға котлеттерін сап бердім, жаңа апасы кеткен. Апасы котлет алып кеп берді соны. Сен тамақ істеп жүресің ба деп маған. Тамақ котлет алып кеп берді, в общем. Овощтар алып кеп берді, сонымен домашний помидор, огурцы езіңдер.
ас болсын тамақтарды ішіңдер. Рахмет. Помидор, домашний помидор күшті, прям қанта тиді ғой. Күшті тәтті помидор. Іші осындай ма не? Я өзі сондай қант сияқты тәтті. Күшті, прям домашний. Қайырлы таң деген мені осындай болады. Менің екі қызым. Білмеймін, сол жерде қара. Менің екі қызым. Мен түнімен ұйықтай алмадым. Бөпем мазасызданды дегенімді естіп, жуылған киімдерді жинап, ыдыстарды жуып, барлығын бүктеп, өздері ұйықтаған дивандарын жинап, төсек орындарын жинап қойыпты. Мінекей, қайырлы таңым менің, осы екеуі менің қайырлы таңдарым. Күшті қып жинап қойыпты ғой. Мамасы шаршап жүрсіз ғой, түнімен ұйықтамадыңыздар. Өздері еще таңғы 7-те тұрып алды бүгін. Сол жерде іздеп көрші, бір жерінде жатқан шығар. Өз жандарым берген ғой, Алла берген ғой. Бізде бүгін погода прям жаңбыр құйып тұр таңның атқанынан. Андай бір күшті кино қосып қойып, жылы пледтің астында кофе ішіп жататын погода болып тұр. Қазір сабаққа шығу керек, таксимен барамыз ба екен? Папамызды жұмысқа шақыртылып кетті. Құйып жатыр тоқтамай. Осы жерден достар, мен видеомды аяқтайын. Бізге тіркелмегендеріңіз тіркеліңіздер, лайкты басыңыздар, комментарийді жазыңыздар.